Атаң қазақ қаз бақпаған, мал баққан, қой баққан дейді. Қараңыздар. Қой да бар ғой, мінекей келе жатыр ақырындап. Сиыр да келе жатыр артынан. Барлығы да келе жатыр ғой. Көріп тұрғандарыңыздай. Төкөбөт өткізетін жер жоқ. Килограмм қойдың еті 2200 десең қымбат деп жылайды адамдар. Бірақ қаздың етін айтсаң вообще құлайды адамдар. Қаздың еті килограмм 4000 десе вообще жыртылады адамдар. Не сатарыңды білмейсің өзі, ешкімге жақпайсың. Мінекей жүр, қойлар жүр, әнекей. Сиырлар жүр, тайшалар келе жатыр ақырында үйге. Қозы-лақтың ойнаған әдемі деп осылай лайк басып кетіңіздер осындай әдемі ауылдың видеосына. Подписаться етіп қойыңыздар. Ойнамай мен мынау бүкіл қой менікі емес. Бұл 4 үйдің қойы ма мына жерде жүрген. Мына бәрі еттің бағасын айтсаң бәрі жылайды, қымбат деп, неге екенін білмеймін. Солай болып кетті ғой қазір.